Ata meken tuman jerim, kindilik kesip tuğan jerim. Darхан elim, tuman elim, tuğan elim. Нұрлан Жаханшаев өнерді өміріне сергеткен талапты жастың бірі. Ол ән айтуға бала күннен әуестенген. Қаршадайынан ән айтып, түрлі байқауларға қатысты. Өнерге деген осы құмарлық оны Теміртаудағы Тәтімбет атындағы өнер колледжіне жетелеп әкелген. Өнерді мектеп кезінен бастап, балабақшада да ән айтатымыз керек десеңіз, одан кейін мектепке барып, мектептен активист болдық шыны керек. Ол жерде сахнада, қойылымдарда ән жағынан болсын, конкурстар болсын, бүкілінде қатысып жүретінбіз. Өзбекстанның Жүзқұдық ауылында 1991 жылдың 26 қарашасында өмірге келген Нұрланның ата-анасы ата жұртқа 2001 жылы қоныс аударыпты. Алғашында Қызылжарда, 2007 жылдан бері Металлургтер қаласында тұрып келеді. Шежірелі қала Нұрландай талантты ұлдың талабын ұштап, өмірден өз орнын табуына алғашқы баспалдақ болды. Бүгінде Нұрлан Анафиялы қарағандылық барша өнер сүйер қауымның сүйікті әншілерінің біріне айналған. Халқымызда отан отбасынан басталады деген қанатты сөз бар ғой. Нұрлан да өзінің шағын отбасын құрып, жары Мәдина екеуі бұрыл сүйіп отыр. Еліне аққанат өнермен қызмет ете жүріп, ол өзінің жеке кәсібін де ашып, ісін дөңгелетіп жүргізуде. Талапты жастың арманы да биік, мақсаты да жоғары, ал тәуелсіздік құрдасы болу оған үлкен жауапкершілік жүктейді. Еліме аманшылық тілеймін, елбасына денсаулық тілеймін. Елбасы болмаса, елімізде қиын болады. Мықты елбасы болмаса, елде қиын болады, жалпы көріп жатырмыз ғой бүкіл жерде. Еліміз аман, жұртымыз тыныш болсын деген сөз енді ол керемет сөз ғой. Болашағымыз жарқын болсын деп тілеймін. 30 жыл деген енді керемет бір басқа мемлекеттермен салыстырғанда керемет бір не емес, уақыт емес, бірақ 30 жылдың ішінде осыншама жетістікке жету ол кез келген мемлекеттің қолынан келмейді. Тәуелсіздік болып шыға алмай жүрген қаншама елдер бар да. Еліме жақсылық тілеймін. Жақсы болу үшін де атсалысам, қолымнан келгенше амандық болсын деп айтамын. Халқым аман болсын, індеттен аман есен құтылайық. Үлкендеріміз аман болсын, үлкендер аман болса, батасын беріп отырса, еліміз әрдайым жақсы болады. Ордабұзар 30 жастың белесіне көтерілген Нұрлан әншінің репертуарында тыңдаушының құлақ құрышын қандыратын әндері де баршылық. Дегенмен өзінің көңіліне жақыны саз дәуенге бай қазақ әндері. Осылайша өнері мен елге қызмет ету тәуелсіздіктің төл құрдасының еліміз тәуелсіздің жетістігіне қосқан өзіндік үлесі болмақ. Әсем жаз келбетің, жұлдыздай жарық көк аспанда, жарқыра сөнбе қуансын елің, биік болсын